Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге энурез тақырыбында ақпарат бермекшімін. Егер сіздің балаңыз түнде сиіп қоятын болса, осы видеоны соңына дейін қараңыз. Энурез бұл зәр шығаруды басқару жүйесінің қалыптаспағандығы әсерінен қайталамалы еріксіз түрде зәрді ұстай алмау. Энурез деген диагнозды 5 жасқа дейінгі балаларға қойылмайды, өйткені олардың орталық жүйке жүйесі әлі дұрыс қалыптаспағандықтан. Сондықтан да энурез деген диагноз 5 жастан жоғары балаларға қойылады. Яғни ол баланың жасы өсе келе тоқтайды. Энурезді қалай емдейміз? Алдымен баламен түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Екінші, құрамында қант, кофеині көп сусындарды шектейміз, әсіресе кешкі уақытта. Үшінші, сұйықтықты қабылдау уақыты, яғни 40% таңғы 12-ге дейін болса, ал келесі 40% 17:00-ге дейін болуы қажет. Және төртінші, подгузникті мүмкіндігінше қолданбаған абзал. Бесінші, күндіз үнемі қуықты босатып жүруін қадағалаймыз, яғни күніне 4-7 ретке дейін. Егер бұл әдістер көмектеспейтін болса, энурезный будильник деген әдіс бар. Яғни арнайы датчик болады, яғни оны баланың іш киіміне орнатамыз. Ол сигнал береді, немесе вибрация арқылы баланы ұйықтап жатқан жерден оятатын болады. Яғни датчикті баланың іш киіміне орнатып, егер бала зәр шығаратын болса, зәрі датчикке түсіп сигнал береді. Ал одан бала оянып, ары қарай дәретханаға барып зәрін шығарып келеді. Энурезный будильник әдісі 14 күннен 3 айға дейін жалғасуы мүмкін. Осы энурезный будильник, яғни датчик қою арқылы балаға біз дәрісіз көмек бере аламыз. Егер де балада қандай да бір орталық жүйке жүйесінің ауытқулары болған жағдайда бұл әдістер көмектеспеуі мүмкін. Сондықтан да оларға арнайы дәрілік препараттар арқылы көмектесе аламыз. Егер видео пайдалы болған болса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.